Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Міне бүгін кешкі шаруашылық, сол егінді суарып, ешкілерді кіргізіп, маса атырауда бар. Аз емес, көп емес, орташа бар. Маса жемдерін беріп, тырсиып тұр. Суын бәрі беріп 9:30-нан кетті 3 сағат. Не лақтады, нормально шүкір жүр. Үшеу жүр ғой. Сіздерге енді тауықтарды көрсетіп кетейін. Ой, шам. Тауықтардың жұмыртқасын кеше бүгін жинаған жоқпын. Сол қанша жұмыртқа туған қазір қарап кетеміз. Оларға бәріне жемдерін беріп тастағам. Міне қаздарым. Міне масалар толып тұр. Жемдерін беріп. Міне сол 16 тауығым жүр, шүкір. Үйінше тағы 10 отырғызып. Міне 2 жұмыртқа. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 қада дұрыс. Міне 2, 4, 5. 14 жұмыртқа 2 күнде. 13 тауық, 3 әтеш қода дұрыс ба? Саналайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 тауық. Дұрыс. 13 тауықтан 2 күнде 14 жұмыртқа. Көрсеткіш қалай достар? Жұмыртқалар. Мен 2 ломын бірауным бар. Осы 2 ломын бірауым туып тұр. Жақсы қоңыр жұмыртқалар. Міне бір көрініп тұрады. Осы көрсеткіш. Осы 14 жұмыртқа осы. Сонда күніне 7 тауықтан туып тұр ғой шамамен есептегенде. 14 жұмыртқа. Қандай жем десеңіздер, обычный кәдімгі кебек суға езілген. Күніге 13 тауық 7 жұмыртқадан беріп тұр. 7-8 жұмыртқадан. Кімде қанша тауық, қанша жұмыртқа туып жүр айтып кетіңіздер. Қазір жаздың уақыты енді жақсы туу керек бәрінде. Қыста менде наоборот жақсы туып. Просто қазір азайып кетті тауығым, сондықтан аз туып жүр. Бірақ өздерінің көрсеткіштері жақсы. Процентпен алғанда. Шамамен мені жақсы бірама тауық. Баға беріп кетіңіздер комментарияға. Тала қараңғылап жатыр. Бұл бәрі ұйқыда. Просто фонарикпен жақып тұрғанмын ғой. Маса толды атырауда. Шүкір. Осы достар жаңалық 2 күнде 14 жұмыртқа. Өз тауықтарыңыздың көрсеткіштерін айта кетіңіздер. Менің тауықтарым көрсеткіші осы. Далайын жарықтау. Мана бір ит көк көт. Нарда қазір ұйықтайды ғой, болды. Тойды ғой, қараңыздар. Қарны қампиған. 2 қыздың қарны қампиып. Баласына сүт бермейді ма бір немесе. Бірақ баласы уже шөп жеп жүр. Мана ешкі кейбір кезде өз лағына бермейтін сияқты ма? Қараңыздар, үстемін лағына. Бермеген соң осылай үстемін алатын сияқты. Камераны жақсы көре ма?
Камераға не істеп тұр ғой. Анау да сонда өзі қорқпайды, не көрдіңіздер. Қолға үйретіп жатыр. Ойбай, маса. Маса жүр ғой. Осы үшеуін қаншаға сатсам болады? Айта кетіңіздер. Базарларда қанша екен осы? Мына уже туша дей ма, сондай ғана. Ал мынау шыбыш. Лағмен. Үшеуі қаншаға сатуға болады? Өз кеңестеріңізді айтып кетіңіздер. Жақсы бағада сатуға бола ма? Мына лақтың өзі қанша тұрады деп ойлайсыздар? Жазып кетсеңіздер. Өзі ірі лағым. Шүкір. Ірленіп қалып жатыр. Еркек лаққым. Достар, осы анда. Егер де видео ұнаса каналға тіркел, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Маруф. Қош, сау болыңыздар.